Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте ерекше тамақтардың бірі, өте дәмді болып шығатын голубцы тамағын бірге жасайтын боламыз. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Бізге қажет заттар: бірінші салмасына осындай балдарымызды тазалап алдым. Күріш, ет және түрлі дәмдеуіштер қажет болады. Ең алдыменен біз сорпамызды дайындап аламыз. Ол үшін осылай керегінше алсаңыздар болады. Картопты және көкөністерімізді керегінше жасатасыздар. Қалауларыңыз бойынша турайсыздар. Мен осылай ірілеу етіп турағанды жөн көрдім. Осылай турап алып, барлық заттарымызды майға қуыратын боламыз. Қызанақты осылай турап алсаңыздар да болады. Қуырған кезде немесе өткіштен өткізіп майдалап алсаңыздар да томат орнында өте әдемі қызартатын болады тамағымызды. Мен туралған салмасını және де күштен өткізілгенін томат ретінде қызарту үшін пайдаландым. Қазанға майымызды құйып, қыздырып, пиязымыздан бастап қуыра бастаймыз. Егер де қаласаңыздар, сүйектерден қосып, етіп еттерді турап салсаңыздар да болады. Майды мен осылай кішкене аздау құйдым, өйткені салмасындағы майлар, еттің майлары шығып, тамағымыз қатты майлы болып кетпеу үшін. Пиязымызды аздап қызартып алғаннан соң, сәбізімізді және картоплымызды салып, барлығын бірге қуырамыз. Және де тұзымызды салып, томатымызды салып, өздеріңіз қалаған дәмдеуіштеріңізді салып қуырсаңыздар болады. Және де лавр жапырағын тастап, су құйып, қайнатып аламыз. Осы аралықта салмамызды дайындаймыз. Майдалап туралған пиязымызды, қызанақты және де укропымызды салдым. Алдын ала жібітіп, жуылып дайындалған күрішті саламыз. Және де тұз, қара бұрыш, тұшпараға арналған дәмдеуішті салдым. Ол дәмін өте ерекше ететін болады. Барлығын жақсылап араластырып, тәтті бұрыштарымыздың ішіне саламыз. Тамағымыз пісіп шықты, өте дәмді болып шықты. Егер менің каналымның қонағы болсаңыздар, мен каналыма тіркеле кетіңіздер. Видеомды аяғына шейін көргендеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Және де қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген видеолармен бөлісемін.